Бүгін мың айданда қайырлы бір жылдық тағдырлар жазылатын қадір түні. Бұл түні жасалған құлшылық 83 жыл жасалған мінәжаттың сауабымен пара-пар. Рамазан айының құндылығы саналған дәл осы түні мұсылман үмбетінің қасиетті кітабы Құран кәрім түскен. Дұға тілек қайтарымсыз қабыл болатын сәттерді ізгі амал мен құлшылықпен өткізген абзал. Қадір түні, қадір қасиеті, берекесі өте жоғары деген мағынаны білдіреді. Қадір түні ол мұсылмандар үшін өте қасиетті түн. Құранның бірінші аяты осы күні түсе бастады. Ал Құран кітап ол қараңғылықтан жарық нұрға, зұлыматтан имандылыққа алып шығатын тура жолды нұсқаушы кітап, Алланың сөзі. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Мен қама лайлатал қадри иманан ва ихтисабан ғуфира лах." Кім дейді қадір түнін ұйықтамай құлшылықпен, яғни намаз оқып өтсе, оның күнәлары кешіріледі деген тілек қабыл болатын сәт осы қадір түні. Қадір түні дұға тілек жасаудан жалықпайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір отбасына Алла Тағала осы қадір түнінің қасиетін дарытсын, береке, бірлік, ынтымақ берсін, еліміздің іргесін бүтін қылып, халқымызға бейбіт өмір берсін.